саламатсыздармы? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 2-ші практикалық жұмыс күкірттің, фосфордың, темірдің ауада жануы тақырыбында жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін бізге керекті құрал-жабдықтар мен реактивтер: спиртшам, күкірт ұнтағы, темір ұнтағы және қалақша. Тәжірибемізді бастайық. Ең бірінші біз спиртшамды жағып, оған күкірттің жануын анықтайық. Қалақшамен күкіртті аламыз. Темір қалақшаға саламыз. Сөйтіп, осы күкірттің жануын бақылаймыз. Яғни күкірт жанғанда жалын түсі өзгереді.